2022 жылы Семей қаласында Батыр ана атағымен 2200 ана марапатталған болатын. Бүгінгі таңда облыс орталығында 4884 отбасы көпбалалы отбасы ретінде арнайы әлеуметтік көмекпен қамтамасыз етілуде. Аталған отбасыларда 21159 бала тәрбиеленуде. Мемлекеттің атаулы әлеуметтік көмек алатын көпбалалы отбасылардың жағдайын әрдайым назарда ұстау басты мақсатта. Қала әкімінің қабылдауында болған батыр аналар қолдаулары үшін алғыстарын білдірді. Абай облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Болат Әбдірәлиев ағымдағы жылдың қаңтар айында Семей қаласының әкімдігі конкурс нәтижелері бойынша шотты біртектерді қалыптастыру, басып шығару және жеткізу қызметтерін көрсетуге ЭРЦ сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен шарт жасасты. Ақпан айының басында қала тұрғындары қаңтар айына есептелген жылу, су жабдықтау және қоқыс шығару қызметтеріне алғашқы түбіртектерін алады. Бірыңғай төлем құжатын енгізу коммуналдық қызметтерді жеткізуші мен тұтынушы арасындағы есеп айырысуын жетілдіруге, төлемдерді уақытылы жинауға мүмкіндік береді. Бүгін мемлекеттік мекемелер мен үкіметтік емес ұйымдардың Абай облысының іскер әйелдер ассоциациясы қоғамдық бірлестігімен өзара іс-қимылы тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Іс-шара барысында бірқатар мемлекеттік органдар, атап айтқанда Абай облысы әкімдігі, Абай облысы қоғамдық даму басқармасы, облыстың кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасы, Семей қаласы ішкі саясат бөлімі мен Абай облысының іскер әйелдер ассоциациясы қоғамдық бірлестігімен өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Семейдегі жедел жәрдем ауруханасына инсульт белгілерімен түскен қала тұрғынына шұғыл түрде жоғары технологиялық эндоваскулярлық тәсілмен нейрохирургиялық ота жасалды. Отаның сомасы шамамен 5 миллион теңгеден асады. Өткен жылы және биылғы жылдың алғашқы айында қаладағы жедел медициналық көмек ауруханасының нейрохирургия бөлімінде ми тамырларының эмбозициялау бойынша 90-ға жуық жоғары технологиялық ота жасалған. Аягөз ауданының Қозы-Көрпеш Баян сұлу мәдениет үйінде ардагерлерге арналған орталықтың ашылу салтанаты өтті. Аталған орталық түрлі тренажерлер, кітап оқу алаңы, шахмат ойынына арналған үстелдермен жабдықталған. Аягөз ауданындағы 9000-ға жуық ардагер үшін бұл орталықтың ашылуы үлкен қуаныш. Орталық құрметті еңбек демалысына шыққан барлық еңбек ардагерлердің басын біріктіретін бірегей ортаға айналмақ. Мұнда ардагерлердің бос уақытын тиімді өткізуге мол мүмкіндік жасалған. Салауатты өмір салтын ұстанып спортпен де шұғылдана алады.